жетекші сұрақтар арқылы, көбейткен сан таңдау арқылы жетекші сұрақтармен сабаққа жауап бересіз. Тамаша. Өте жақсы. Неше? Бізге ма неше түсі алды? 2 Жылдан шығаның жүргізілген табиғат туралы суреттейді. Ал, балалар уақыт аяқталды. Қай топ дайын? Қай балалар дайынсыздар? Қайсы? Кім дайын? Нұрдәулет. 2006 түсті. Бұл екіншісі санайтын себебі күшті. Бұл жерде Абдрахман ауылға бірінші рет келуі, негізі өзі кедей. Содан соң оны шыға кездестіреді, содан екеуінде бір-біріне деген сезім пайда болады. Ол кешкі жастар жиналатын кешкі ауызбақанға келіп, екеуі жақын алғанысады. Менде алтыншы сұрақ ол хикая қандай жағдаймен аяқталу шешімін тапты. Бұл жерде Шұға ауырып қалды, және Шұғаның қайтыс болған екен үстіне Асқұлов және Шұға мен Абдрахман екеуінің арасында оқылмай хат қалды. Оқылмай қалған хат қалған, е? Жақсы. Орнына қойыңыз. Тағы кім жауап береді? Кім дайын? Арзан. Үшінші мен бесінші сұрақ түсті. Үшінші сұрақта Абдрахман мен Шұға арасында Базарбек арқылы хат жібере бастайды. Екеуін Абдрахман мен Шұғаның махаббаттары күшейе береді. Және бірақ Айнабай дейтін бай өз қызын Күзипады Абдрахманға бергісі келеді. Сондықтан Абдрахман туралы жаман өсектерін келеді. Менің сұрағым бесінші сұрақ. Оқиғаның шарықтау шегі қай тұста көрінді? Оқиғаның шарықтау шегі ауылға екі аттылы приставтар келеді. Біреу қазақ, біреу орыс. Оларында хат болады. Олар Абдрахманды дуанға алып кетпекші болады. Сол кезде Абдрахман досы Қасымжан екеуі Есімбектің ауылынан өтіп, Шұғаны соңғы рет көргісі келеді. Сол кезде олар Есімбектің үйінің алдында Шұғаны және де Шұғаның жеңгесін көреді. Сол кезде Абдрахман Шұғаға оны дуанға алып кететіні туралы айтып кеткен болатын. Өте тамаша, жақсы. Орнына қоямыз. Енді сіздер қалдыңыздар, е? Бізде 4-тен бірінші сұрақ. Шығарма қалай басталады? Бұл шығармада екі жолаушы кетіп бара жатады. Бұл жолаушылар табиғатты суреттеп бір обашықты көреді. Бұл обашықты Шұғаның белгісіз деп атап, бұл олар Есімбек деген байдың ауылына барып, Есімбек деген байдың 4 ұлы болады, және де бір Шұға деген қыз туралы айтады. Бізде бұл жерде 4-ші сұрақ. Шығарма қандай оқиғаға байланысты шиеленісе түсті. Бұл жерде Айнабай деген бай өзінің қызы Күзипаны Абдрахманға бергісі келген соң, ол үйіне шақырып бет асып, бір шана шөп береді. Бірақ Абдрахманның Күзипаға деген сезімі болмағаннан кейін Айнабай Абдрахман туралы өсек таратады. Жалпы шөпті неге түсіреді? Абдрахман қандай сонда? Кедей болған. Кім толықтырады сұрақтарын? Толық па? Неден тексереміз? Өздеріңіздің алдарыңызда бағалау ұпай сандар. Жақсы, енді бүгін жаңа тақырыпты бастаймыз. Жаңақты болжау үшін экрандағы пазлды таңдайсыз. Кім таңдағысы келеді? Мен. Жоқ ана біз бәріміз. Иә. Жоқ ана біз бәріміз көтереміз, сосын бәрін таңдайсыз. Иә. Ал Дарын сен жауап бере ғой.
адам ойлы ел арасына от жағып жүретін адам айнабай. Өте жақсы. Ләйла? Бақтияр? Айнабай. Али айтам. Ажарлы, шырайлы, өз себебіне қоса алмаған қорқақтау. Бәлкім. Жақсы. Әрі қарай кім таңдайды? Аржан? Жандос? Орта бойлы қара сырлауытбек қабақ станыстырап тұратын жан. Күлзипа. Күлзипа, тамаша. Енді бір түс қалды. Селектеу сақал мұрты бар, қара бұжыр, қырықтан асқан сөйлемпаз. Қасымжан деп ойлаймын, Әбдірахман болсын. Қасымжан, тамаша. Енді кейіпкерлерді болжап алдық. Бұл қандай кейіпкерлер? Қосалқы кейіпкерлер. Өте жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз балалар кейіпкерлер әлемі дәптерлеріне жазып қоясыңдар. Басты кейіпкерлерінен топқа бөліп аламыз, е? Бұл басты кейіпкер. Есімбек кім? Есімбек ол жаңағы Шұғаның әкесі. Тамаша. Енді Шұғаны білесіздер? Шұғаны сіздердің топтарыңыздың аты. Жақсы, қазір қарап тұрсаңыздар, мынау шығармадан толық үзінді алынған. Бұл жерде Шұғаға байланысты сіздердің топтарыңызға беріледі. Кім, қандай деген сұраққа ғана жауап бересіздер осы жерде. Жақсы, барлықтарыңыз. Барлық жұптық жұмыс жеке-жеке. Әкеңіз мен сізге. Ал сіздерге Есімбек туралы кім қандай? Болдыңыздар ғой, онда бірінші қатардан бастай береміз. Әбдірахманның әкесі өте кедей адам болған ауылына шыққан соң да Әбдірахман алаяқтықтан құтыла алмады. Ақырында 12-13 шамасы болса керек тұрған бойының қашып дуанға барып бір ноғайға жас қызметке тұрып қыс оқуға кірді. Ол 2 жылға шейін жас жалдануымен болды. Берірек келген соң жас балаларын орысша бала оқытты. Ақырында әдебиет мектепте бітіріп шықты. Бұл жерде Әбдірахман туралы айтылған және ол кедейлігі. Жақсы. Онда алдырып Әбдірахман ән салды. Ондай ойындарда бір түрлі ұстайтын ақысы бар еді. Көйіне түйіндектер үзбесіне соқты. Жұрттың бәрі Әбдірахманның алдына қарады. Жатып қалған бірен сарайын кемпірлер шапандарын жабылып келіп өлең тыңдасты. Бұл жерде Әбдірахман ел ішінде сыйлы домбыра жақсы, ән жақсы айтады. Өнерлі екен көрініне, жақсы. Ермек? Көптің көрші болған ел едік арамыздағы салқын түсірме деп шалдар өтпей Әбдірахманды жолынан қайдырмақ болды. Әбдірахман бәрінен жетті. Шұға айнысы амалы жоқ. Егер Шұға сөзінен тұратын болса, не қиындық болса да көрем алмай тынбаймын деумен болды. Ол жерде Әбдірахманға сөз салу. Қандай қасиеті көрінді осы жерде? Адал, бір бетке, айтқаннан қайтпайтын, уәдешіл екен көрінді. Жақсы? Отырып та оқиды. Айналған соң Есімбек жұмсарайын деді. Бақсы балгер алдырып, ем қылдырып еді. Жазылмады. Шұғаның өлімнен құтқармақ болды. Ол емі Әбдірахманды ел боп, ақтап алып, той қылып, 2 жастың қосу. Балаға деген мейірімшілік Есімбекке мұны да естетпек болады. Ағайын туғандарымен ақылдасып, болыстан өтініп Әбдірахманды қайтарпақ болды. Бұл жерде Есімбек туралы және де Есімбектің
Сол Бекімбайдың әкесінің нағашысы Жаппас Есімбек болды. Өзі бай еді, Жаппастың алды деуге боларлық. Бекімбайға арқа сүйеп, Есімбек сол өгіз сойған ел шырайлы жеріне қонушы еді. Өзі де жомарт қонақпаз еді. Елге жағымды болып тұрды. Мал мен басы бірдей Құдай тілеген берген бір адам. Ортан қолда 4 ұлы болды, шетінен қасқыр. Бұл жерде Есімбек туралы оның жомарт екенін және де қонақпаз екенін білеміз. Қонақжай екенін білуге болады. Жақсы, ары қарай. Біз жерден кететін күні кешке жақын далада сөйлескенде шам көрініп Есімбек шыған жаман сөгіпті. Бұл шығармада қатал Есімбектің бейнесі көрсетілген. Сіздер? Сол 4 ұлдың ортасында бұлаңдап өскен Шыға дейтін қызы болады. Шыға десе Шыға, өй шіркіннің өздегі бітақ еді. Ақ құба талдырмаш, көзі қап-қара. Осы үріп ауызға салғандай еді. Ажыры қандай болса да ақылы да сондай. Жеңілдік дегеннің не екенін білген бала емес. Сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі қандай бір түрлі пан еді ау. Шіркін, бұл күнде ондай қыз қайда? Кім екен? Бұл жерде 4 ұлдың арасында жалғыз Шыға деген қыз туралы айтылған. Али? Тәуір емеспін, тәуір болуды тілемеймін де. Сәлем айт, деді жылап қоя берді. Жастығының астына тығулы орамалмен көзін сүртті. Жазылып керегі не? Бәрібір мен бақытты бола алмаймын. Өлем деп арман қылмаймын, жалғыз ақ арманым бар. Бір көріп сөйлесіп, жаным шығарды, Шығам деп бетіме бетін тигізіп, бар арманым бітіп, дүниеден армансыз өтер едім. Бұл шығарманың үстінде ауырып қалған Шыға туралы айтылған. Шығаның ауырған кезеңіне айтады. Бір оталда Шыға кездесті. Көрісіп аңдасқанын көзімде ала алмадым. Апырмай, адамзатта ондай сұлу болады екен ау. Аққудың көңілділігіндей осы аппақ үстінде шетін кестеленген ақ көйлек омырауы неше түрлі реңіштермен безе тастаған қызыл күріш қаңғыл басында үлкі таққан түлкі көріп, жүзі сұлу адамды бөлде одан жаман жандандырып болдырып тұрды. Ол жерде Шығаның бейнесін Суреттейді. Шығаның сұлулығын, ақылы. Ары қарай енді топтық жұмысқа кірісеміз. бір минутады. Не айтасыңдар? Олар жаңа жеке топтық жұмыста кейіпкерлердің қандай екенін бейнесін ғана көп қана қойған жоқсыздар. Әлеумет енді қазір алдарыңызда батынан жатыр. Соған өздеріңіздің осы кейіпкерлерге толық мағлұмат бересіздер. Оның іс-әрекеті, қоғамдық әлеуметтік жағдайы, соның бәрін осы жерде топпен бірге көрсетесіздер. Алдарыңызда не батынан бар, соны көрсетесіздер. Кластер сияқты Кластер сияқты сызасыздар да әрбір қырын ашасыздар кейіпкерлерін. Жақсы жұмыс істейміз. Ләйлә алана сылтаңдар. Айгерім! Ал жақсы балалар, жұмысты тағандап қалдыңдар ғой, онда кім қорғауға шығады? Біздің тапсырмамыз шығармадағы бас кейіпкерлердің мінезін, портретін, әлеуметтік жағдайын, іс-әрекетін талдау арқылы өз көзқарасын түйіндеу болады. Қай топ шығар? Абдрахман дайынсыздар ғой, шығыңыздар. Оқушыларға саламыз. Біз Абдрахман туралы айтамыз. Мінезі қайсар, адал, романтик. Абдрахман ол 20 жасында болған. Ол ер ішінде сыйлы, оқыған кісі болған. Және де ол кедей, білімді әнші болғанмен учитель болған. Біреудің малын баққан еткен. Енді түйін бұл Қайт Абдрахман махаббатқа адал, сүйген жарына қосыла алмаған. Қосыла алмаған, мұны болған, жақсы. Жақсы, айта берем. Есімбек ауылдағы бай адам, қамқор, жомарт адам. Ол Шығаны 16 жасына бермеген себебі Қали деген құрдасымен сөз алмастырып қойған едім. Бірақ та Шыға өте қатал болғанда, ол қатал болғанымен де Есімбекті дуаннан шығарып, Шығаны өз Есімбек емес, Абдрахманды. Абдрахман
Abdurahmanды дуалдан шығарып, өз махаббатын ой. Қызына қайтадан қауыштырғысы келді, иә? Онда бұл жерде Есімбектің мейірімділігі көрінеді, жақсы, әрі қарай түйін. Есімбек өз қызына күйзеліске түскенін және де қатты ауырып қалғанын көріп, өз мейірімділігін танытып, Абдурахманды қайтып қояды. Жақсы. Бұл жерде Шығаның әлпеті туралы айтатын болсақ, Шыға десе Шыға ісіне көз сай сұлу еді. Ал Шығаның жасын айтатын болсақ, 16 жаста еді. Шығаның түрін айтатын болсақ, түйінін айтатын болсақ, махаббаттың құрбаны болды, әдемі бар жігіттердің арманы болған. Әлеуметтік жағдайы қанша бай болса да өте қарапайым болған. Шұбай, иә? Жақсы. Жақсы. Есімбек тобы. Біз Абдурахманды үш баламен қалаймыз, себебі түйінді тобы. Шұға тобы. Есімбек тобы бағалайсыздар. Біз Есімбек тобын 2 балға бағаламыз. Өйткені? Себебі толықтай айтқан жоқ. Жақсы. Дәптертеріңізді ашасыздар. Мына жерде екі жақты күнделік әдісі бойынша тапсырма берілген кейіпкерлер, иә? Шұғаның жанында қазіргі замандағы қыздардың болмысын жазасыздар, иә? Қандай айырмашылығы бар. Шұғаны, сосын кейін Шұғаның жанындағы қазіргі қыздар қандай несімен ерекшелік, қандай мінезімен, қандай қасиетімен. Одан кейін Абдурахманның мына жақ топ сіздер жазасыздар Абдурахманды. Абдурахманның жалпы бейнесін, сосын кейін жанына қазіргі жігіттердің айырмашылығы. Бірінші Абдурахманнан бастайтын болсақ, Абдурахман ол Шұғаға көп Шұғаға бірінші кездескен кезде оған хаттар жазған. Содан ол өзін Шұға оған дұрыс жауап бермесе де, ол Шұғаға хаттар жаза берген. Ал қазіргі жігіттерді айтатын болсақ, қазіргі жігіттер тұрақты емес, себебі қазіргі жігіттер бір қызға хат жазатын болса, ол егер ол дұрыс жауап бермейтін болса, олар кеп қалуы да мүмкін. Тұрақты емес, арбалы емес, иә? Толып тұратындар ма? Жақсы. Жәмилә? Бұрынғы әкелерге айтатын болсақ, бұрынғы әкелер өздерінің қыздарын жолдастарының қызымен атастырған, яғни атастырып және де айттырған. Ал қазіргі әкелерге келетін болсақ, өздерінің қыздарына еркін түрде қалауларын жасап айта алады. Өз сүйгендеріне қосылып, әкелер өздерінің үлесін қосып, өздерінің жолдастарына атастырмайды. Опай сандарыңыз алдарыңызда тұр ғой, сол бойынша бағанадан санап отырмыздар ғой. Қандай опай сандар болды, соны айтыңыздар. Мен өзім 8 бал. Нұрхан, рахмет, сен 8 меске бағанадан жақсы жауап берген үшін 2 бал қосып, 10 бал қоямыз. Тартым опай сандай жауап. 7 бал, е? Мен саған 1 бал қосам, 8 бал. Сонда өлет? Менде общий бал 8 шықты. Сағана 2 бал қосам, 10 бал. Өте жақсы жауап бердіңіздер, Әли. 8 бал. 1 бал қосып, 9 бал. Жақсы, онда балалар бүгінгі үй жұмысы, үйге Абдурахман тобы. Сіздер Абдурахман туралы жазып келесіздер, хат жазып келесіздер Абдурахманға. Есімбек, жоқ, былай істейік. Жақсы балалар, онда үй тапсырмасы. Олдар Абдурахманға хат жазасыздар, өздеріңіздің атыңызда. Қыз балалар Шұғаға хат жазасыздар. Үй тапсырмасы кейіпкерге хат. Жақсы сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Oldu mu?